Сәлем достар, сіздермен Айжарқын. Бүгін біз сіздермен осындай керемет, оңай жасалатын, денсаулыққа өте пайдалы дәрумендерге бай көктемдік салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге қияр, көкпияз, укроп, лист салата, салат жапырақтары, қызанақ, шалғам және сыр керек болады. Қиярымызды осылай ортасынан екіге бөліп, ұзынша етіп тураймыз. Қиярымыздың барлығын осылай турап аламыз. Сосын қызанағымызды тураймыз. Қызанағымызды да осылай ортасынан екіге бөліп, қиғашынан ұзынша етіп турап аламыз. Бұл салат денсаулыққа өте пайдалы, нағыз көктемде керек салат. Көктемде барлығымыздың организміміз әлсіреп бастайтын кез. Сол кезде жесеңіздер денсаулықтарыңызға өте пайдалы. Қызанағымызды да осылай ұзынша турап аламыз. Енді шалғамымызды тураймыз. Оны да ортасынан екіге бөліп, ұзынша етіп турап аламыз. Енді көкпиязымызды тураймыз. Көкпиязымызды да қатты ұсақ емес, ірі емес, осылай видеодағыдай қылып турап аласыздар. Укропымызды да ұсақтап турап аламыз. Салат жапырақтарында қатты ірі емес, оны да ұсақтап, ұзынша етіп турап аламыз. Барлық заттарымызды турап алдық. Енді осыған сырымызды турап қосамыз. Сырымызды да жіңішке ұзыншалау қылып осылай төрт бұрышты ұзын қылып турап аламыз оны да. Кез келген сырды қоссаңыздар болады. Енді осыған бір ас қасық зәйтүн майын және дәміне қарай тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Міне салатымыз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын. Каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айжарқын.